қандай ғана қара мен бар ғой, черно-белый күйім. Үй қоспайды. Бэкстейдж қылып салып жіберейін. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Менің әріптесім Руслан қызы Назым. Және жанымда Элдар Қыдырбекұлы. Біздер қазір Марс ағайын сабағындағы Arduino сабағын өтіп жатырмыз. Яғни біздің үйренгеніміз бойынша Arduino миын алып, біздер светофор жасауды үйренген болатынбыз, иә? Бұл светофор барысында біз не жасадық? Алдымен Arduinoның программасын жазу арқылы біздер арнайы команда бердік. Командаға яғни қызыл, сары, жасыл, яғни светофордың реті бойынша жұмыс жасауды команда ретінде көрсеткен болатынбыз. Сол бойынша біздерге тапсырма бойынша светофордың макетін жасадық және сол командаларға байланысты біздер қазіргі уақытта басында үйренген кезде мына платны пайдаланған болатынбыз. Қазір оны мүлдем алып тастадық. Оның ішінде жоқ, оның ішінде тек қана таза Arduinoның Uno'ның өзі және мына светодиодтардың өзі ғана қондырылған. Арасындағы байланыспен сен өтесіз жағын? Пайклеу арқылы қолдандық. Сонымен қатар біз мұнда мынандай алгоритм ғой, нейроныдан кейін кері тарс жанатын еді. Алгоритмдерді қолданған болатынбыз. Яғни Марс ағайға рахмет айтқымыз келеді. Біз именно осы дәрісті, осы сабақта әсіресе светофор жасауды жақсы меңгердік деген ойдамыз. Және біздің тобымыздың аты Uno. Uno командасы. Рахмет сіздерге. Көп рахмет Марс ағай. Бұл жерде не пайдаландық? Картон және цветной картондарды пайдаландық. Және біздерде мына одноразовый стакан бар ғой, сол одноразовый стаканның түптерін пайдаландық. Себебі білесіздер, бізде мектеп кезінде оқыған кезде голограмма ретінде лампочканы үстіне қоятын болсақ, немесе телефонның экранын үстіне қоятын болсақ, ол голограмма секілді қараңғыда освещениенің кішкене көбірек, жақсырақ беретін, как бы 3D сияқты. Біз сол қасиетті пайдалану арқылы біздер стаканның түбін кесіп алдық және арасынан мына лампыны көрсеңіздер, без баклажкаға қарағанда, яғни стаканның пластигіне қарағанда, стаканның пластигінен жарық өте қатты жақсы түсіп тұр, жақсы көрініп тұр. Біз осы қасиетті пайдаланған болатынбыз. Және бізге берілген құралдар бойынша клей, және бізде не бар мына жерде? Цветной картон бар, сызғыш, қағаз клей, сондай-ақ бізде берілмеген материал бар, бірақ мына аты не еді бұның аты? Фольганы пайдаландық. Фольганы біздер мынандай энергетикалық ресурс ретінде пайдалану болады, яғни ол күннің сәулесін өзінің энергия қылып өзіне пайдалану арқылы светофор, яғни қандай да бір энергияға тәуелді емес, яғни күннің энергиясын пайдалану арқылы өзін басқарып отыра алатын болып жасадық. Өзін қуаттандыра алады. Жақсы, рахмет.